Всем привет, достар! Мені құттықтап қойсаңыздар болады. Мен жақында права алған болатынмын. Сол себепті де менің дайрегіме WhatsApp-ымда өте көп сообщениялар келіп жатыр. Сондықтан да осы видеода пошагово не істеу керек екенін права алу үшін сіздерге айтып беретін боламын. Ал достар, ең бірінші сіздерде сертификат болу керек. Сертификат автомектептен алынған. Сертификатсыз сіз броньға да тапсыра алмайсыз, яғни сіз права ала алмайсыз. Сондықтан да басқаларға сенбеңіздер. Ой, сертификатсыз тапсыруға болатын дегеннің барлығы ол қате. Сертификатты сіздер автомектептен 3 ай базада тұрып алу керексіздер. Ол автоматом сізге берілетін болады. Қазір сертификат алу бағасы где-то 50 мың 60 мың теңге көлемінде. Сонымен біз броньды қалай жасаймыз? Біздің сертификатымыз 2,5-3 ай көлемінде дайын болады. Содан кейін біз 073 медсправкасын алу керекпіз. Содан кейін біз автоматом номер заявки алып бронь қоя аламыз. Ең бірінші сіз тестқа бронь жасайсыз. Өзіңіздің аймағыңызға жақын немесе өзіңіздің аймаққа тестқа бронь жасаңыз. Мысалы, мен өзім Тараз қаласына барып тапсырып келдім, өйткені ол жерде очередь күту аз болды да. Мен бір апта қалғанда бронь жасадым да, бір апта тестқа дайындалып бара салдым деген сияқты. Содан кейін мен ешқандай да автошколада оқыған жоқпын. Кәдімгідей ПДД-ның өзінің сайтынан 8 мың теңгеге тестқа доступ алып, сол жақта мен 5 күндей 5 күндей тынбай дайындалдым, солай тапсырып өттім. Сіздер де солай жасай аласыздар. Негізі автошколаның бұлай қатты маңызы жоқ негізі. Бармасаңыздар да болады да. Дальше. Тесттен өттіңіздер. Тесттен өткеннен кейін сіздерге қағаз береді. Тесттен өтті деген, қағаздан кейін сіздерде уже автоматом вождениеға жазылуға доступ ашылады. Оған да сіздер тесттің ертеңгі күніне бронь қоя аласыздар. Сразу бронь қойып қойсаңыздар болады, өйткені ол ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Вождениеға бронь жасап болған соң приложениесінде то же самое, ЦОМ приложениесінде бронь жасайсыз. Одан кейін сіз арнайы автодромы бар жерде, арнайы тапсыратын жеріңіздің автодромы болады. Автодромнан бөлек автодромның копиялары болады. Сол жерде сіз дайындалуыңыз керек. Мен өзім дайындығыма вождениеға 5 күн уақыт кетті. Ең бірінші күндері мен просто задний парковка, параллельный парковка, змейка 90 градустарды үйрендім. Одан кейін 3-ші күннен бастап уже автодромның копиясында дайындалдым. Ол жерде әр кругқа төлейсіз. Бір круг айналғаныңызға 2000 теңге төлейтін боласыздар. Ал қалада былай айдап жүргеніңіз, айтайын, экзаменде ол вообще керек емес. Сондықтан оны кейін де дайындала берсеңіз болады. Вождение тапсыратын күні тест тапсырған қағазыңызды алып аласыз. Жаңағы тест тапсырғаннан кейін сізге қағаз береді ғой, соны міндетті түрде алып аласыз. Одан кейін мен өзім очередімді күттім, тапсырдым, 20 баллмен өттім. Менде тек задний парковкада линияны басқан болмаса, а так все идеально было. Бастысы ешқандай уайымдамаңыз, расслабленно, ештеңені ойламай, фокусыңызды сол экзаменге қойсаңыз, тапсырып өтіп кетесіз. Кішігірім вождение барысы қалай болатынын айтып кетейін. Сіздерде автоном негізі Chevrolet болады, қастарыңызда кішкентай телевизор болады. Телевизорда Алисия сияқты сөйлеп отырады кәдімгідей әр пункттан өткен кезде. Мысалы, стоп линиядан өттіңіз, жаңағыдай аварийный ситуациядан өттіңіз, задний парковка выполнена деген сияқты өздері айтып отырады. Штраф болса, сразу штрафты айтып отырады. Вождениедан өтетін кезде проходной 100 балл, яғни мен 20 баллмен өттім. 100 баллға, яғни 95 баллға дейін сіз өте аласыз. 100 балл алып қалсаңыз, автоматом құлайсыз. 100 балл негізі 5 жағдайда беріледі. Оны инструкторлардың барлығы түсіндіреді. Ол жерде қате істемегеніңізге балл бермейді, қате істегеніңізге ғана балл береді. Сондықтан барлығын дұрыс жасауға тырысыңыздар. Знактарға келген кезде мұқият қарасаңыздар, негізі өте оңай. Кәдімгідей кішкентай площадкада экзамен тапсырасыздар. Ондай қорқынышты ол жерде ештеңе болмайды. 20 минут беріледі. Мысалы, мен өзім 11 минутта өтіп кеттім. 11 минуттың өзі, қараңыздар, мен әлі 9 минутым бар еді. Сонда да мен газ ештеңе басқан жоқпын. Жарты тормозбен жүрдім, сонда да өтіп кеттім. Асығуға да қажет емес. Өткеннен соң сіздер тағы да очередь алып 1-2 сағат күтесіздер. Сіздерге сообщение келеді телефондарыңызға. Сонымен сіздердің праваларыңыз дайын болады. Мен барлығын өзім самостоятельно істедім. Енді мен өзімнің жеке кеңестерімді беріп кетейін. Тестқа дайындалатын болсаңыздар, одан бөлек ютубта көптеген разборлар бар. Сол разборды көрсеңіздер, сіздерде уже өздеріңіздің бір логикаларыңыз пайда болады да, сонымен любой сұрақты қарайсыздар да, так, мына жерден андай деп өткізе беретін боласыздар. Андай тупо тестті жаттап емес, сондай
разборларды көрсеңіздер, пайдасы өте қатты тиеді. Айтпақшы да, если вообще асығыс жоқ болатын болса, ЦУМ приложениясынан пробный вождениеға жазуға болады, где-то 6500 теңге ма сондай. Яғни сіздер тура сол тапсыратын площадкада, тура сол машинамен, тура сол жаңағыдай программамен тапсырып, қай жерде қателесіп жатқандарыңызды көріп алсаңыздар болады. Сразу балдарын беріп тұрады. Маған ол қатты қажет болған жоқ, бірақ если қорқып жатсаңыздар, автодромды дайындалып, сонымен тапсырып көрсеңіздер болады. Тоже негізі жақсы көмектеседі. Осы видеоны көріп жатқан жандарға тілерім, ертерек праваларыңызды алып алыңыздар, бұйырса барлығы жеңіл, қатты уайымдамаңыздар. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына қоя берсеңіздер болады. Мен көмектесуге дайынмын.